Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын, дәмді және де езілмей шығатын өріктің вареньесін жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Бізге керегінше осындай өріктеріміз қажет болады. Өріктерімізді алдын ала жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сосын барып, ішіндегі сүйегінен ажырататын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, осылай барлығын әдемі етіп ажыратамыз. Міне бізде осылай килограммына осылай өлшеп көрсеңіздер болады. 3 кило 100 граммдай шықты менде өріктерім. Сосын барып өзіміздің кез келген үлкендеу ыдысымызға салып, үстінен шекерімізді салып араластыратын боламыз. Бұл жерде килограммына 1 килограммға 1 кило шекерді салсаңыздар, сіздердің өріктеріңіз өте дәмді болып шығады, және де нәзік езілмей шығатын болады. Шекерімізді салған кезде осылай жақсылап қасықтың көмегімен емес, осылай араластырсаңыздар болады. Бізге өрігімізге сіңіп, әдемі болып тұрады. Сіздер өріктеріңізді барлығын шекерге араластырып болғаннан соң бір түнге қалдырсаңыздар болады, немесе 6-7 сағатқа қалдырыңыздар. Өріктерімізді қайнататын боламыз. Астын жай отта осылай біркелкі етіп қайнатамыз. Бетіне осындай көбіктер шығады. Бетіндегі көбіктерін міндетті түрде алып тастаймыз. Сосын барып осындай кең ыдыста жай отта қайнататын боламыз. Біздің газымыздың асты қатты болмауы қажет. Қатты болса сіздің өріктеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Міне біздің өріктеріміз қайнап болды. Қайнап 1 сағаттай қайнады, жаймен сосын барып стерилденген банкаларымызды алып, өріктерімізді жаймен жауып алатын боламыз. Осындай банканың аузына қоятын арнайы сатылады, соны алсаңыздар өте ыңғайлы, банкаңыздың жан-жағына шашырамайды, және де әдемі етіп құйылатын болады. Бұл банкалардың крышкасы менде алдын ала қайнатып, жақсылап жуылған. Сіздерде міндетті түрде осындай крышка болса, жақсылап жуып, ыстық суға салып қойсаңыздар болады, және де крышкасын жақсылап қолдың көмегімен бұрайтын боламыз. Банкаларымызды жауып болғаннан соң міндетті түрде жылы жерге орап, төңкеріп 2-3 күнге қалдыратын боламыз. Достар, егер де видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын сливадан варенье жасайтын боламыз. Бұл қыстың кезінде нанға жағып жегенде өте дәмді және тойымды болып келеді. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге осындай сливаларымыз керек болады. Алдын ала жуып, тазалап алатын боламыз. Тазалап болғаннан соң ішіндегі сүйегінен ажырататын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, осылай ыдысқа барлығын тазалап алатын боламыз. Сливаны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша қажет болады, сонша жасасаңыздар болады. Барлығын тазалап болғаннан соң өзіміздің ыдысымызға сиятын үлкендеу ыдысымызға салып алатын боламыз. Менде мұнда 3 килограмм слива шықты. Сүйегінен ажыратқаннан соң барлығын салып, үстінен шекер салатын боламыз. Килограммына 1 килограммнан салсаңыздар болады. Немесе сіздердің сливаларыңыз тәтті болса, 700-600 грамм килограммна салсаңыздар болады. Шекерімізді салып болғаннан соң жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып бетін жауып 6-7 сағатқа қалдырамыз. Немесе бір түнге қалдырып қойсаңыздар болады. Барлығын араластырып болып, бетін жауып қалдыратын боламыз. Менде бір түн өтті, сосын барып газымызге қойып, осылай қайнататын боламыз. Қайнаған соң осылай блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Осылай барлығы бір текті болуы қажет. Сосын барып 5-10 минут қайнатып, банкімізге жауатын боламыз. Варенье осылай сұйық болып тұрады. Біз жауатын кезде өзі қоюлана бастайды. Сосын барып банкаларымызды жауып тастаймыз. Алдын ала банкаларымызды стерилизация жасайтын боламыз. Осылай барлығын 5-7 минуттай тұратын болады. Сосын барып крышкаларында ыстық қайнаған суға 5 минуттай қайнатып алатын боламыз. Сосын барып ыстықтай банкымызды қайнатып жауып алатын боламыз.
Міне біздің банкаларымыз дайын. Менде 2 литрлықтан 3 банка шықты. Осылай барлығын жауып болғаннан соң закрывашканың көмегімен 2-3 айналдыра жауып алатын боламыз. Сосын барып осылай айналдырып банкымызды тексеретін боламыз. Ыстықтай төңкеріп жылы жерге орап 3-4 күнге қалдыратын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен огурцыдан банка жабатын боламыз, қысқа дайындаймыз. Бұл менің анашымның рецептісімен жасайтын боламын. Бізде ең алдымен осылай огурцыларымызды 6-7 сағатқа суда қалдыратын боламыз. 7 сағат өткеннен соң огурцыларымызды алып, дайындап алатын боламыз. Банкаларымызды стерилизация жасап, бізге осылай укроп, және де қара бұрыш, лавр жапырағы, чеснок, қызыл дәрі, қызыл ашы осылай и осындай укроптың гүлдеген түрі қажет болады. Барлығын дайындап болғаннан соң банкымызға салатын боламыз. Ең алдымен 5-6 дана чеснок, 2 қызыл дәрі, сосын барып лавр жапырағынан 2, қара бұрыштарымызды салып, осылай укроптарымызды банканың шетіне ыңғайлап қоятын боламыз. Осымен бірге қасына огурцыларымызды да рецепт видеода көрсетілгендей етіп барлығын жинайтын боламыз. Біз огурцыларымызды жинаған кезде қатты нығыз алмау қажет, және де банкамызда бос орындар қалмау қажет. Барлығы бір қалыпты және де банкамызда ыңғайлы болу қажет. Барлығын салып болған кезде бізде орындар қалса, біз огурцыларымызды кесіп жайғастыратын боламыз. Міне біз осылай банкамызға огурцыларды орналастыратын боламыз. Сосын барып біз қайнаған ыстық суды банкілерімізге құйып 35-40 минутқа қалдырамыз. Арнайы осылай суымызды қайнатып алсақ, бізге суымыз барлығына біркелкі жететін болады. Біз барлығын біркелкі етіп құйып аламыз, суымызды ыстық етіп, сосын крышкаларымызды да стерилизация жасап барып банкымызды жауатын боламыз. Міне бізде 45 минут өтті. Өткеннен соң осылай суымызды төгіп тастайтын боламыз. Бірінші суын төгіп болғаннан соң, екінші суымызды да таза суымызды қайнатып аламыз. Осылай қайнап болғаннан соң банкаларымызды жауамыз. Банкамызды жауатын кезде бізде 2 литрға 2 ас қасық тұзымызды саламыз, және де 1 чайный ложкамен уксусымызды құйып банкаларымызды жауатын боламыз. Егер де сіздердің банкаларыңыз 3 литр болса, 3 ас қасық, 1 литр болса, 1 ас қасықтан саласыздар. Келесі бізде осылай уксусты барлығына міндетті түрде құйып шығамыз. Уксус бізде банкымыздың атылып кетпеуіне және де банкымыз жақсы сақталатын болады. Барлығын құйып болғаннан соң закрывашканың көмегімен банкаларымызды 3-4 қайтара жабатын боламыз. Жауып болғаннан соң жылы жерге төңкеріп 3-4 күнге қалдыратын боламыз. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде осылай қысқа дайындалып, банкаларыңызды жауып алыңыздар. Ас болсын!